Татлы түшлер мевсімі. Фукари оғлы Авжы, 5-ші қысым. Авжы ақшам evге қайта, бақсане көрсін, жанаварлардан еш бірісі қалмаған. Сон падиша қызына: «Бұвысым жанаварларға не олды я? Йоқ алып кеткенлер?» Дей. Қыз ona: «Түлкі оларының епісі өз башына топлады. Біріні қайдадыр жіберді. Тап сонында өзі де шығып кетті», дей. Падиша түлкі ятсы вақтында 40.000 аскернен келіп, жеңг олажақ деп қарарлаштырылған ерге келе. Саға ве солға қаравуллар йоллай. Кермен қырдаки, жантық қырдаки аскерлерге есе бақыжылар айыра ве бутун аскерлерінің башы ола. Оның аскерлері геченің ярысында ilk ucumге кетелер. Түлкілер душманның бутун хаму тақымларыны кеміріп қайталар. Атларыны екмеге ве әмді минмеге ич бір түрлі сағлам алет қалдырмайлар. Падиша түлкі қартауларының башлығына саба әзіні вақтында төпеден таш яғдырылмасыны емірете. Қартаулар душман аскерлерінің үстіне таш яғдырмаға башлайлар. Қашқырлар, аювлар, арсланлар да падиша түлкінен берабер умуми уджумге кірішелер. Бұны көрген душман аскерлері кері айланып қачмаға мүжбүр олалар. Падишаның топрағы ве пейтақтыны запт етелер. Қызының бабасы қарт падиша қорқып оле. Падиша түлкі исе барып, Авжыны алып келе. Оны қарт падишаның еріне падиша еті. Мемлекетінің бұтын халқы яны падишаларына доғру қызмет етежеклеріне емин етелер. Бұ тарафта десен, падиша түлкі өзінің бұтын аскерлеріні яқшы етіп сыйлай ве әркесіні ерлі еріне қайтара. Падиша ағаларының янында тек арслан оғлу арслан, қашқыр оғлу қашқыр, аюв оғлу аюв, қартал асылы қартал қала. Бізім яны падишамыз исе ось фақыр баба ве анасыны янына ала. Күнлерден бір күн, жанаварлар кенеде топлана ве падиша ағаларына: «Падишамыз, рұхсет етсеңіз, әнде бізді ось ерлерімізге қайтыр едік», дейлер. Падиша оларға рұхсет ете. Оларда сағлықлашып ерлеріне кетелер. Ялыныз бір падиша түлкі эбеди оларақ Авжы ағасының янында қалажағына сөз беріп қала. Фукари оғлы Авжы güzel бір мемлекет құра, өз халқының muhabbet яшай. Татлы түшлер мевсімі.